Таяу шығыста тағы бір қақтығыс өршіп жатыр. Бүгін түнде ақш пен Ұлыбритания хуситтерге зымыранмен соққы жасады. Осылайша Йеменде 60 нысан жойылды. Бұл шабуылға не себеп болғанын түсіндірейін. Йеменде шейттердің Зейдит мазхабын ұстанатын халық тобы бар. Олар Израиль мен Хамас қақтығысы басталғалы белсенді. Тіпті Израильге соғыс жариялаған. Содан Қызыл теңіздегі израильдік кемелерге шабуылын үдеткен. Ал бұл теңіз жолымен әлемдік экономиканың 20%-ын алатын сауда кемелері өтеді. Сондықтан ақш пен Ұлыбритания бұл шабуылдарға қарсы. Бұған дейін тек ескертумен келген осы қос ел енді түнде әрекетке көшіпті. Джо Байден соққыларды халықаралық кеме қатынасы еркіндігі мен әскери қауіпсіздікке қауіп төндіргендерге жауап деп атады. Ал хуситтер Хамасты қолдау үшін атқылау жүргізіп жатқанын мәлімдеген. Бұл үшін олар Израиль Газа секторындағы әскери операциясын аяқтамайынша жалғастырамыз дейді. Ал түнде болған агрессияға олар ақш пен Ұлыбритания құн төлеуі керек деп отыр. Байқасаңыз қысқа қайырдым, толық ақпарат